көрсету үшін бұларға асыл таяқты, сиқырлы таяқты ұсынады. Бізде қазір мынау күрделі құрылыс бөлімі негізі инвестициялық жоспарлау және күрделі жөндеумен айналысады. План құрады, жобалық сметалық құжаттарды ұйымдастырады. Және осы қазір бізде осы мұражайда көрсетілген заттармен бір таныстырып өткізейін. Жаңағы су құбырдың бәрі полиэтиленге ауыстырылған. Қазір құбырдың бәрі полиэтилен құбырмен жалғанады. Диаметрі 1200 мм келетін тататындай контуры алынған. Яғни қосылатын нүктеге шығарады, абоненттердің бәрінің су шешудағы сыртқа шығарылған. Мына бізде жаңағы көп қабатты үйлерге қойылған ящиктің ішінде. Қазіргі таңда көбісін колодезге қойылды. Рухани жаңғырудың егіле бастады. Жастар жылы дейді қазір осы жыл. Биыл елбасымыздың жарлығыменен биылғы жыл жастар жылы болып тағайындалды. Біздің де бөлімде өңшең жастар өте қуаныштымыз. Талпыныстары күшті, білімдері жоғары, грамотно дейді ғой. Бұлардан үлкен болашақта үлкен үміт күтеміз. Біздің мекемеде үлкен үлестер қосады деп үміттенеміз. Қызметкерлеріне осы іс-шараны өткізгенде мен үлкен алғысымды білдіремін. Шын мәнінде биыл жастар жылы болып жарияланғаннан кейін жастардан біздің күтетін үмітіміз ол өте зор. Әсіресе біздің мекемеге, біздің қоғамға, біздің мекеменің қызметі арқылы сіздердің еңбек етіп, соның жақсы жақтарына үлкен нәтижеге жетістіктерін жеткізуіне осы бөлімнің үлкен үлесі бар. Күрделі құрылыс деген бұл жалғыз бір ауыз сөзбен ғана айтылмайды. Ол біздің барлық сумен қамтамасыз ету және шайын сулар тазалау жүйесіне енгізілетін барлық инвестициялар арқылы барлық жаңалықтар біздің қызметімізді арттыру, біздің тұтынушыларымызға сапалы қызмет көрсету, осының барлығын бір ұшы сіздердің бөлімдеріңізге тікелей қатысты. Сондықтан мына жастарды көріп тұрмын, осы бөлімнің басшылығынан бастап, мына алдыңыздағы ұстаздарыңызбен бірге аянбай еңбек етіп, өз үлестеріңіз қосыңыздар, соның өзі біздің қоғамға берген үлкен пайдаларыңыз болады. Сіңірген өздеріңіздің қосқан өздеріңіз үлестеріңіз болады. Сондықтан мына бүгінгі іс-шараны ойдағыдай атқарғандарыңызға мыңда бір алғыс. Ал енді келесі осында эстафетаны қабылдап алатын бөлім бар. Бірақ соның алдында сіздердің мына іс-шараны сәтті өткізгендеріңіз үшін осында сіздерге арнайы сыйлық бар, қабыл алыңыздар. Өзіміз күрделі құрылыс бөлімінен қазір осындай эстафетаны өткіздік. Жастар өз мекемеңді қалай білесің деген бағдарлама аясында және іс-шара арасында. Енді келесі эстафетаны жоспарлау бөлімі, экономикалық жоспарлау бөлімі, отдел деген. Соған тапсырым рұқсат етіңіздер. Сіздегі осындай сұрақтар қойылады екен. Ал енді бәріміз сенді айтып, біз жастарға сенеміз.